Сәлеметсіздер ме, тыңдаушылар? Бүгін біз құқық бұзушылық туралы сөз қозғаймыз. Құқық дегеніміз не? Құқық бұзушылық неге болады? Мектептегі тәртіпке бағынбау немен аяқталуы мүмкін? Осы және басқа сұрақтарға жауап алу үшін біз мектебіміздегі директордың құқықтық ісі жөніндегі орынбасары Гүлмира Арыспай қызымен сұхбат құрамыз. Сәлеметсіз бе, апай? Ең алдымен бізге құқық деген не екенін түсіндіріп бересіз бе? Саламатсыздар ма, балалар? Құқық дегеніміз ол ұстам, қоғамдық ортаны сыйлау, әркімнің өз ұстамы бар, өзіңді сыйлау, өзгені сыйлау дегеніміз, осының барлығы құқыққа жатады. Біз оқушылар қандай құқықтарға иеміз? Оқушылардың әрбір оқушының құқығы мен міндеті болады. Оқушы құқылы тегін білім алуға, мысалы сендер біздің гимназияда оқып жатырсыңдар, тегін білім алуға, тегін оқулықтармен қамтамасыз етуге, және де мектептен тыс үйірмелерге тегін қатысуға құқылысыңдар. Егер оқушы құқық бұзушылық жасаса, оған қандай шаралар қолданылады? Ондай әрекеттер не себептен болады деп ойлайсыз? Егер оқушы құқық бұзушылық жасаса, ол мектептің ішкі тәртіп ережесі бар өзіміздің, жалпы мектептің жарғысы бар. Сол ішкі тәртіп ережені бұзған оқушы, сол құқық бұзушылыққа жол берген оқушы деп есептейміз. Оқушылардың барлығы мектептің ішкі тәртіп ережесін сақтануымыз керек. Ол біздің мектепке кіргеннен қайтқанға дейін, және де мектептен тыс уақыттағы оқушының тәртібі. Құқық бұзушылықтың мектеп ішінде түрлері қандай? Құқық бұзушылықтың мектептің ішіндегі түрлері ол әртүрлі болады. Мысалы, бала ең бірінші оқушы сабаққа дайындалмай келудің өзі құқық бұзушылыққа жатады. Екіншіден, құрал саймандарын алып келмеу, мысалы, оқулығын ұмытып кету деген сияқты, немесе дене шынықтыру сабағына спорттық киімін ұмытып кету деген сияқты, сабақтан жайдан жай сабақтан қалып қалу деген сияқты. Осының барлығы мектептің ішкі тәртіп ережесіне қарама қайшы келеді. Сыныптастар арасындағы жанжалдар қалай құқық бұзушылыққа айналуы мүмкін? Енді сыныптастар арасында жанжалдар, ол балалар бір-бірімен ойнап, бір-біріне буллинг жасаймын деп ойламайды, бірақ бір-бірімен ойнап келе кетеді, немесе қалжыңдайды. Сол ары қарай бір-бірінің сөзін көтере алмаудың өзі жанжалға апаруы мүмкін. Сондықтан біреудің сенің айтқан сөзің, мысалы, басқа оқушыға ол жүрегіне тиіп қалуы мүмкін. Сондықтан әркімге бір сөз айтар кезде ойланып сөйлеуіміз керек. Егер бір оқушы өз құқығының бұзылған байқаса, кімге жүгінуі керек? Егер оқушының құқығы бұзылса, онда ең бірінші сынып жетекші бар бізде, көмектесетін. Ең бірінші сынып жетекшіге айту керек. Одан кейін гимназиямызда психолог әпкелер бар, Ақерке әпке мен Наскен әпке бар. Сол кісіге айту керек. Ал егер де ол кісілерден көмек болмай жатқан жағдайда, біздің гимназиямыздың бүкіл коридорда, фойеде, әжетханаларда стоп буллинг деген QR-кодтар ілініп тұр. Және 111 деген. Соған телефондарыңмен QR-код терсеңдер, сол жерден көмек сұрасаңдар болады. Балалар мен жасөспірімдерге арналған қандай заңдар бар? Қазақстан Республикасының балалар мен жасөспірімдерге арналған заңдары бар. Ол неке және отбасы деген заң бар. Және де сонымен қатар білім туралы заң бар. Осы заңдарға сүйене отырып, әрбір оқушының құқығы, міндеті сол заңдарда жазылған. Бала туралы конвенция бар, баланың құқықтарын қорғайтын. Міне осы заңдарға сүйенеміз. Құқықтық сауатты болу үшін біз не істеуіміз керек? Сауатты болу үшін биылғы оқу жылында сіздерде қауіпсіздік сағаттары жүріп жатыр. Әрбір тәрбие сағаттарында қауіпсіздік сағаттары туралы, сағаттарының тақырыптары туралы айтылады әпкелерің. Сонымен қатар сендерде тәрбие сағаттарында құқықтық сағаттар бар, құқықтық тәрбие сағат. Сол жерлерде сіздердің барлықтарыңыздың құқықтарыңыз, міндеттеріңіз туралы тақырыптар бір жылға бөлініп берген. Соны сынып жетекшілеріңіз айтады. Сонымен қатар сіздермен кездесулер өткіземіз, ұлдар бөлек, қыздар бөлек кездесу. Сол кездесулерде көкейлеріңде жүрген сұрақтарды қоясыңдар. Сол жерден құқықтық білімдеріңді жетілдіре аласыңдар. Құқықтық сауатты болу үшін біз не істеуіміз керек? Әрбір оқушы құқықтық сауатты болу үшін сіздер үшін сынып жетекшілеріңіз тәрбие сағаттарын өткізеді. Құқықтық тәрбие сағаттары жүргізіледі, қауіпсіздік сағаттары жүргізіледі биылғы оқу жылынан бастап. Осы қауіпсіздік сағаттарында да, құқықтық тәрбие сағаттарында да
әрбір баланың өзінің құқығы мен міндеттері туралы тақырыптар бөлінген. Жыл бойы соны өтіп жатырсыздар, сынып жетекшілеріңіз үйретіп жатыр. Сонымен қатар гимназиямыздың психологтар тарапынан тренингтер жүргізеді. Сонымен бөлек ұлдар қыздар жиналысы болады. Сол жиналыстарда сіздерге біз әр оқушының өзінің құқықтары мен міндеттері туралы сіздерге айтып отырамыз. Гүлмира Распайқызы, сізге өте көп рахмет. Бүгінгі подкастта біз құқық бұзушылық және оқушының құқықтық сауаттылығы туралы маңызды сұрақтарға жауап алдық. Түсінгеніміз құқықты білу, оны құрметтеу және өзімізді де өзгелерді де қорғау әр оқушының міндеті. Сізге құрметті Гүлмира Распайқызы, сұрақтарымызға ашық әрі түсінікті жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізден үйренеріміз көп. Рахмет қыздар, сәттілік сіздерге де. Оқушылар, әрқайсымыз құқықты біліп жүрсек, оны құрметтесек, қоғамымыз да, мектебіміз де әділетті әрі қауіпсіз болады. Келесі подкасттарда кездескенше, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.